Қайырлы күн, қош келдіңіз. Сіз установкаларды өзгерту сабағындасыз. Сіздермен бірге Боранова Жазира Сұлтанбековна, психосоматолог. Инстаграм парақшам. Біз ең алдымен өзімізге 3 қадам жасаймыз. Не ұнамай жүр, нені дұрыстағымыз келеді, яғни запросымызды анықтап аламыз. Ол денсаулық, ақша, даму, қарым-қатынас, жұмыс, өзіңді бағаламау сияқты мәселелер болуы мүмкін. Осылардың сізде қайсысы мазалап жүр қазір? Денсаулық болса қай жеріңіз, қарым-қатынас болса күйеумен ба, енемен ба, немесе өзіңізді бағаламау, төмен санау деген сияқты мәселелер болуы мүмкін, және де табысқа қатысты. Мысалы, қазір табыссыз болсаңыз 200 000 теңге тапқым келеді деген сияқты. Өз құндылығымды арттырғым келеді. Мысалы, аяғым ауырады деген болуы мүмкін. Анықтап алыңыз. Жазып қойыңыз. Егер анықтап алған болсаңыз, жарайсыз. Келесі бетке өтеміз. Енді бір параққа А нүктемізді жазамыз. А нүктеміз дәл қазір қандаймыз, соның барлығын толық детальдарымен. Оны ешкім оқымайды, сол үшін де еш қысылмай бәрін жазамыз. Егер бәрін толық жазсақ, біздің шынайы мәселеміз қайсы екенін біліп аламыз. Егер шынайы жазбасаңыз, өзгеріс болмауы мүмкін. Егер А нүктені толық жазып болған болсаңыз, тоқтатып видеоны жазып алыңыз. Келесі Б нүктеге өтеміз. Келесі параққа Б нүктені жазып шығамыз. Б нүкте дегеніміз бізде не болғанын қалаймыз, соны болғандай қылып жазамыз. Егер нені жазу екенін білмесеңіз, онда А нүктеге қарап отырасыз да, соның керісін жазасыз. Мысалы, денсаулығыңыз болса, нашар деп жазған болсаңыз А нүктеде, енді Б нүктеге денсаулығың керемет, ширақпын, энергияға толымын деп жазасыз. Табыс, ақшам жоқ, ақша аз болса, онда мысалы, ақшам көп, саяхаттай алмай үйде отырып қалдым десем, саяхатқа қай елге барғыңыз келеді? Турция ма мысалы, Дубай ма, сол жерге қыдырып жүрмін. Дене пішінім 90-60-90 деген сияқты. Қандай болғанын қалайсыз, соны жазып шығасыз. Енді мына жерде мысал келтірдім. Мысалы, табысым 200 000 деген болсаңыз, А нүктеде, Б нүктеге табысым 500 000 теңге деп жазасыз. Тоқтатып қойып, тағы да Б нүктені жақсылап тұрып жазып алыңыз. Барлығын жазыңыз, қалып кетпесін. Сіз жазған нәрсе міндетті түрде орындалады. Енді 3-ші парақты аламыз да, В нүктесі деп, менде болды деп бос қоясыз. Оны әр апта аяқталғанда, яғни өзіңізбен апта бойы жұмыс жасайсыз да, аяқталғанда сізде не өзгерді, не сездім, барлығын жазатын боласыз. Көбіне ақша маған қиын келеді. Мені ешкім бағаламайды. Мен бәріне үлгеруім керек. Қателессе мені жақсы көрмейді деп ойлаймыз. Оны өзімізде білмеуіміз мүмкін, бірақ жазған кезде сол ойлар бірден келеді. Бірақ жаңағы ойларымыз шындық емес. Бұл бала кезде қоғамнан, отбасыдан алған біздің установкаларымыз. Установка сенің өміріңді байқатпай басқарып тұрған сенім. Сіз бір нәрсеге сеніп алдыңызда, сол сеніміңіз өміріңізді басқарып тұратын болады. Бүгін соларды анықтаймыз, сенімдерімізді. Өміріңде қай жерде проблема қайталанады? Мына сұрақтарға жауап беріңіз қайтадан. Өмірімнің қай саласында нәтиже жоқ? Ақша, денсаулық, қарым-қатынас, өзін бағаламау. Енді неге техникасын жасаймыз? Мысалы, маған ақша жетпейді деген сіздегі жаңағы ойыңыз болса, бір ойыңыз бар, установкаңыз, маған үнемі ақша жетпейді деген.
Соған енді 5 рет неге деп сұрақ қойып шығамыз. Сізде маған ақша жетпейдің орнында басқа сұрағыңыз болуы мүмкін, иә? Жаңағы табысым аз, иә? Немесе өзімді жаңағы төмен санаймын, ренжи беремін, бақытсызбын деген сияқты сізде бұл ойларыңыз болуы мүмкін. Соған 5 рет неге деп сұрап шығаңыз. Неге ақша жетпейді деп сұрайсыз өзіңізден. Жауап сізден бірден шығады ішіңізде. Мысалы, мына жерде көп таба алмаймын деген жауап шыққан. Енді неге көп таба алмаймын деп тағы да сұрайсыз. Өзімді көрсетуге қорқамын. Неге қорқамын? Мына сұрақтарды қоясыз, сізге мына жауаптар өзі ішіңізден автоматически шығады. Бірінші ой. Мені сынайды деп ойлаймын дейді. Неге сынайды деп ойлаймын? Себебі бала кезімде қателессем ұрсатын. Мына ойда сіздің ішіңізден шығады, енді басқаша болып шығуы мүмкін. Міне жасырын установка шықты. Қателессем мені қабылдамайды, яғни қателессем мені шетке шығарып тастайды, маған барлығы қарамай кетеді деген установка шығады. Бірақ сіз өзіңіздің установкаңызды табасыз, иә? Бірінші келген ойды жазу арқылы мына жерлерде сұрақтарға. Осы қателессем маған күледі, өсектейді, менен бет бұрып кетеді, позор боламын деген теріс ойлардың орнына жаңа установка орнатамыз, дұрыс көзқарас қалыптастырамыз. Қателесу норма, маған қателесуге болады, зато опыт болады. Қателессем де мен өзімді жақсы көремін. Бәрі мінсіз емес, қателессем де жасап көрдім, мен молодецпін. Мен өзімді таңдай алдым, иә? Мен бәрін қателесу арқылы үйренемін, менің қолымнан бәрі келеді, мен жасай аламын, иә? Деген көзқарастарды жазып, қайталап, оқимыз, тыңдаймыз. Өзімізге айту арқылы мықтылап тұрып осы жаңа установканы өзімізде қалыптастыра аламыз. Міндетті түрде күнделікті қайталау керек. Енді осы установканың қайдан келгенін табамыз. Өзіңізден сұрайсыз. Жаңағы сіздегі қорқынышты ойларыңыз бар ғой? Дұрыс емес установкаларыңыз. Соларды қайдан келгенін, оны қай кезде, бала кезде кімнен естідім, Егер ақшаға байланысты болса, үйде ақша туралы не айтатын еді ата-анам, Ақшаның үстінде ұрсатын беді, немесе бір-бірінен ақша бермеймін деген сияқты сөздер болатын еді ма, есіңе түсіріңіз. Одан кейін, мысалы, өзіңізді төмен бағалау болса, қателессем не болатын еді бұрында, Сіз бала кезде қателестіңіз, сосын сізге не істеді, ата-анаңыз не істеді, апайыңыз не айтты, есіңізге түсіресіз. Мені мақтағанда қандай сезімде болдым? Сізді мақтағанда қандай сезімде болдыңыз? Ой, мен анау, мынау деп оларды қабылдамадыңыз ба? Әлде одан сайын жұмыс істеп, одан сайын жақсы болғыңыз келді ма, Мені кіммен салыстыратын еді? Осыларды есімізге түсіріп жазамыз. Көбіне установкалар ата-анадан, мұғалімнен, қоғамнан, бала кездегі ауыр тәжірибеден келеді. Ол сөздер олардың ойлары, олардың қорқыныштары. Бұл ойлардың, қорқыныштардың сізге еш қатысы жоқ. Мысалы, ата-анаңыздың ақша туралы өздерінің қорқынышы болды, сөйтіп олар бір-бірімен келісе алмай ұрыс-керіс болды. Яғни бұл ата-анаңыздың қорқынышы болды, сізге оның ешқандай қатысы жоқ. Енді соған қарай өзіңіздің ақшаға байланысты установкаңызды өзгертесіз. Бұл ата-анамның қорқынышы, маған қатысы жоқ деп, егер ата-анаңыздан есткен болсаңыз, ойша ата-анаңызға алғыс айтасыз. Және өздеріне сол қорқыныштарын қайтарып бересіз. Мынау ақша жетпейді, ақша қиын келеді деген сіздердің қорқынышыңыз екен, Енді бұл маған керек емес, сіздерге алғыс айтамын деп, ойша олардың өздеріне қайтып бересіз. Қорытынды, есіңде болсын,
Сіз өз установкаңыз емессіз. Егер өміріңізде бір сценарий қайта-қайта қайталанса, бұл сіздің тағдырыңыз емес. Ал оны өзгерткен кезде ақшаға көзқарас өзгереді, қарым-қатынас өзгереді, өзіңізге деген бағалау өседі. Өмірде жаңа мүмкіндіктер ашылады. Егер қай установка сізді тоқтатып тұрғанын өзіңіз анықтай алмасаңыз, жеке разборға келіңіз. Бірге сіздің өміріңізді басқарып тұрған негізгі сенімді тауып, онымен жұмыс жасаймыз. Негізінде мына жақтағы видеоларды қайта-қайта көріп, жазып орындасаңыз, міндетті түрде таба алатын боласыз. Ал егерде сұрақтар болып жатса, түсінбей жатсаңыз, жекеден сұрап жаза беріңіз. Міндетті түрде сізге жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Осымен установкаларды өзгерту сабағы аяқталды.